Hello dear students. Сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен Excel кітабы 6 сыныпты бастаймыз. Бірінші модульден. Our class. Біздің сынып. Мына жерде сіздерде осы тарауда не үйренетіндеріңіз туралы айтылған. Олай болса, бірінші жаттығуды бастайық. Бірінші жаттығуда тыңдау керек және қайталау керек. Listen and repeat. What are these words in your language? Бұл сөздердің сенің тіліңдегі мағынасы қандай дейді. Яғни, сонымен қатар қазір аударатын боламыз. English, ағылшын тілі, geography, география, music, музыка, history, тарих, information and communication technology, ақпарат және коммуникация құралдары, яғни информатикаға, math, математика, science, ғылым, art, сурет, physical education, PE, немесе дене шынықтыру, design and technology, дизайн және технология. Exercise number 2. Complete the sentences. Сөйлемді толықтыру керек. My favorite school subjects are. Менің сүйікті пәндерім бұлар. Мына жерге жоғарыда аталған кез келген пәндердің атын жазсаңыз болады. Өзіңізге ұнайтын пәндерді жазасыз. Мысалы, my favorite school subjects are English, geography and art. I'm good at дегеніміз менде жақсы. Яғни, сіз қай пәндерден жақсысыз, сол пәндерді жазасыз. Мен математикадан жақсымын. I'm good at math. Мен дене шынықтырудан жақсымын. I'm good at physical education. Келесі, I'm not good at. Сізде қай пәндер онша емес, соны жазасыз. Мысалы, сізге қай пән қиын? I'm not good at science. Мен ғылымға аса жоқпын деген сияқты. Солай жазасыздар. Exercise number 1. Read and match the pictures to the texts. Мына жердегі мәтіндерді оқып және суретке сәйкестендіру керек. Біріншісін оқимыз. My name is Brenda and I'm 12 years old. Менің атым Бренда және жасым 12-де. I'm from London. Мен Лондоннанмын. England, Англиядан. In this photo, I'm in my ICT class. Мына суретте мен информация және коммуникация технологиялары сабағындамын. I think ICT is really fun and it's my favorite subject. Меніңше информатика өте қызықты пән және де бұл мен сүйікті пәнім. I also like music. Сондай-ақ маған музыка ұнайды. My favorite sport is hockey. Менің сүйікті спортым хоккей. Қай сурет деп ойлайсыңдар балалар? Келесі, екіншісін оқимыз. Hello, I'm Miguel and I'm 13 years old. Сәлем, менің атым Мигель және мен 13-темін. I'm from Monterrey, Mexico. Мен Монтеррейданмын, Мексикадан. This is a photo of me in my English class. Мына жерде мен ағылшын тілі сабағындамын. My favorite subject is geography and my favorite sport is football. Менің сүйікті пәнім география және сүйікті спортым футбол. Үшіншісін оқимыз. Hi, my name is May. I'm 15 years old. Сәлем, менің атым May. 15-темін. I'm from Tokyo, Japan. Мен Токиоданмын, Жапониядан. My favorite subject is science. Менің сүйікті пәнім ол ғылым. I'm really good at badminton. It's easy.
Мен бадминтонда өте жақсы ойнаймын, ол жеңіл, ол оңай дейді. This is my friend Lynn. Бұл менің досым Лин. Her favorite subject is math and her favorite sport is basketball. Оның сүйікті пәні математика және сүйікті спорты баскетбол. In this picture we are on a school trip. Бұл суретте біз мектептің саяхатындамыз. We are having a great time. Біз керемет уақыт өткізудеміз дейді. Төртінші. My name is Dina and I'm 12 years old. Менің атым Дина және жасым 12-де. I'm from Almaty, Kazakhstan. Мен Алматыданмын, Қазақстаннан. My favorite subject is history of Kazakhstan because it's really interesting and my favorite sport is basketball. Менің сүйікті пәнім Қазақстан тарихы, себебі ол өте қызықты және менің сүйікті спортым баскетбол. This is my best friend, Zarina. Бұл менің сүйікті досым, Зарина. She has a great sense of humor. Ол өте әзілқой. Her favorite subject is art. Оның сүйікті пәні сурет. She is very good at drawing and painting. Сурет салудан өте жақсы. She is also interested in gymnastics. Сондай-ақ ол гимнастикаға қызығады. 5-ші жаттығуға өтеміз. Sports. Listen and repeat. Тыңдап және қайталаңдар. What are these words in your language? Мына сөздер сенің тілінде қалай айтылады? Which is your favorite sport? Сенің сүйікті спортың қайсысы дейді. Ice hockey. Бұл мұзда ойнайтын хоккей. Karate. Karate. Skateboarding. Skateboard тебу. Snooker. Бұл бильярд ойынының бір түрі. Cycling. Велосипед тебу. Swimming. Жүзу. Baseball ойнау. Archery. Садақ ату. Ice skating. Коньки тебу. Bowling. Гимнастика. Енді мына жерде my favorite sport is деп өзіңіз сүйікті спорт түріңді жаз. Келесі бет use of English 1B. Балалар, қазір сіздермен present simple және present continuous ережелерімен танысатын боламыз. Present simple қазақшаға осы шақ деп аударылады, ал present continuous созылмалы осы шақ. Екеуінің қандай айырмашылығы бар, соны бірге көрейік. Бірінші жаттығу ережені оқиық. We use the present simple for. Біз present simple'ды мына жағдайлар үшін қолданамыз. Habits or routines. Күнделікті жасалатын әрекеттер бар ғой, сол үшін және де әдеттер үшін. I always walk to school. Мен күнде сабаққа барамын. Яғни бұл бізде күнде қайталанатын әрекет. Сондықтан да present simple'ды қолданамыз. Walk деп. I listen to music every night. Мен әр түн сайын музыка тыңдаймын. Бұл бізде әдет болып қалған. Сондықтан present simple қолданылып тұр. Timetables and programs. Кесте және де программалар үшін. Мысалы, кесте деген бұл жерде расписание. The lesson starts at 9 o'clock. Егер расписание бойынша әрекеттер жасалатын болса, онда тоже present simple қолданамыз. Мысалы, сабақ сағат 9-да басталады. Ол біз present simple'ды қолданамыз. We use the present continuous. Енді present continuous'та қандай жағдайда қолданамыз? For actions happening now or around the time of speaking. Present continuous'ты дәл қазіргі болып жатқан әрекетті айту үшін
немесе сөйлеп жатқан аралықтағы орын алып жатқан әрекетті айту үшін қолданамыз. Мысалы, we are having a picnic now. Дәл қазір бізде пикник болып жатыр. We are studying hard these days. Осы күндері біз қатты оқып жүрміз дейді. Note: stative verbs believe, want, like don't have continuous verb forms. Яғни адамның күйін білдіретін етістіктер. Солармен біз continuous'ты қолданбаймыз. Мысалы, I'm wanting деп айтпаймыз. I want, мен қалаймын дегенді I want деп айтамыз. I want to become a doctor. Мен дәрігер болуды қалаймын. Time adverbs used with the present simple. Уақыт түстеулері present simple мен қолданылатын. Every day. Қараңыздар, present simple мен мына сөздер қолданылады көбіне. Every day, әр күн сайын. Week, апта, әр апта. Every week, every month, every year. Once or twice a week. Аптасына бір рет, аптасына екі рет деген сөз мына жерде. Немесе once a year, twice a year. Usually, әдетте, often, жиі деген мағынаны білдіреді. Осы сөздер present simple осы шақпен қолданылады. Ал енді present continuous пен қолданылатын сөздер. Яғни созылмалы осы шақпен. Now, қазір деген сөз at present. Қазіргі кезде деген. These days осы күндері. For the time being. Today, at the moment. Бүгін дәл қазіргі сәтте деген мағынаны білдіреді. Exercise number 2. Put the verbs in brackets into the present simple or the present continuous. Which verbs are stative verbs? Шақшаның ішіндегі етістіктерді present simple немесе present continuousқа қою керек. Және күйді білдіретін етістіктерді табу керек. Бірінші. Dina, what you do here? Бұл жерде Дина, сен бұл жерде не істеп жүрсің дейді. Яғни дәл қазіргі сәтте. Сондықтан да біз present continuous'ты қолданамыз. Dina, what are you doing here? I wait for Қайрат. Мен Қайратты күтіп тұрмын. Дәл қазіргі уақытта күтіп тұрғандықтан біз present continuous'ты қолданамыз. I'm waiting for Қайрат. Екінші. When you play basketball. Сен қашан баскетбол ойнайсың? Бұл жерде жалпылама сұрап тұр. Әдетте қашан ойнайсың деп. Сондықтан да present simple'ды қолданамыз. When do you play basketball? Every day, but today it rain. Әр күн сайын, бірақ бүгін. Бүгін деген сөз, today сөзі бізде present continuous'ты қолдану керектігіне нұсқайды. Сондықтан да present continuous'ты қолданамыз. But today it is raining. Ұлан sometimes help at the animal shelter after school. Ұлан кейде жануарларға арналған баспанада мектептен кейін көмектеседі. Яғни sometimes сөзі кейде деген. Бұл present simple'ды қолдану керектігін көрсетеді. Helps болады. S қосылады етістігімізге help деген етістікке. Себебі ұлан жекеше түрде үшінші жақ болғандықтан present simple'да етістікке S, яғни S жалғанады. He, she, it болса етістікке S жалғаймыз. Сонда ұлан sometimes helps болады. I know he wants to become a vet. Мына жерде тоже he'дан кейін present simple'да S қосылады. He wants. Я білем, ол ветеринар болғысы келеді. Төртінші. Why you hurry? Дәл қазіргі моментте болғандықтан бұл жерде сен неге асығып бара жатсың деп сұрап жатыр.
Why are you hurrying? I'm late. My bus leaves at 10 o'clock. Кешігіп баратырмын. Менің автобусым сағат 10-да кетеді. Leaves. Мына жерде автобус расписаниемен жүретін болғандықтан біз present simple'ды қолданамыз. 5-ші, ұлан sleep. Ұлан ұйықтап жатыр ма деп сұрайтын болсақ, дәл қазіргі уақытта ұйықтап жатыр ма? Мысалы, екеуміз сөйлесіп жатқан кезде ол ұйықтап жатыр ма деп. Is ұлан sleeping? No, he reads in his bedroom. Жоқ, ол өзінің бөлмесінде оқып жатыр. Яғни бұл жерде тоже дәл қазіргі моментте болғандықтан, дәл қазір ол оқып жатыр. Сондықтан да present continuous'ты қолданамыз. No, he is reading in his bedroom. 6-шы, you look tired, Ару. Бұл жерде look болып қала береді. Look бізде stative verb, яғни күйді білдіреді. Сондықтан тек қана present simple'ды ғана қолдана аламыз ол етістікпен. You look tired, Ару. I am. I study a lot these days. Мына жерде these days болғандықтан біз present continuous'ты қолданамыз. I am studying a lot. 4-ші жаттығу adverbs of frequency, жиілілік үстеулері. Read the sentences. Complete the rule, use before or after. Сөйлемді оқиық. Гүлнара is my best friend. Гүлнара менің ең жақын досым, ең жақсы досым. Бұл жерде rule деп тұрғаны мына ереже adverbs of frequency деп басталатын. Осы ережені оқып before немесе after деген немесе кейін деген сөзді қою керек. Оны мына мысал арқылы білсек болады. Гүлнара туралы қазір оқимыз. Содан қарап ережені толтырамыз. She always helps me with my homework. Ол үнемі маған үй жұмысына көмектеседі. She usually walks to school. Ол әдетте мектепке жаяу барады. She often wears skirts. Ол жиі юбка киеді. She sometimes plays basketball. Ол кейде баскетбол ойнайды. She is never rude to me. Ол ешқашан маған грубый болған емес дейді. Яғни бұл жерде жиілікті білдіретін үстеулер always, usually, often, sometimes, never. Әрқашан, кейде, жиі, ешқашан деген сөздердің әдетте мына жерде біріншісінде before the main verb болу керек. Себебі жиілікті білдіретін сөздер олар әдетте негізгі етістіктің алдында жүреді. She always walks to school. Мысалы, бізде main verb дегеніміз негізгі етістігіміз walks. Ал уақытты білдіретін, жиілікті білдіретін үстеу ол usually сөзі. Сондықтан ол бізде негізгі етістіктің алдында келіп тұрғандықтан before сөзін қоямыз. But after the verb to be. Бірақ to be етістігінен кейін жүреді. She is never rude to me. Қараңыздар, бірінші to be етістігі келіп тұр. Is деген to be етістігі ғой, содан кейін барып жиілікті білдіретін үстеуіміз келді.